Әнфәл сүресі туралы хадистер мен түсіндірмелер. Ибн Жубайр былай дейді. Ибн Аббасқа Әнфал сүресінің не жайында түскендігін сұрадым. Ол маған Бәдір соғысына байланысты түсірілді деп жауап берді. Түсіндірме. Бұл хадистің негізгі мәтіні өте ұзақ. Сағид ибн Жубайр ибн Аббастан Тәубе, Әнфал және Хашр сүрелерінің түсу себебін сұрайды. Жоғарыдағы риуаятқа сүйенсек, Әнфал сүресі Бәдір соғысына байланысты түсірілген. Мұсғаб ибн Сағдтың әкесінен жеткізген риуаятында әкесі былай деген: Бәдір соғысы кезінде Алла елшісіне бір қылышпен келіп, «Уа, Алланың елшісі, Алла жүрегімді мүшриктерден құтқарды. Сондықтан осы қылышты маған беріңіз» дедім. Алла елшісін маған: «Бұл мүлік менікі де, сенікі де емес» деп үн қатты. Мен ішімнен, бұл қылыш қызу шайқас бастала қалса мен сияқты елеулі қызмет атқара қоймаған біреуге берілетін шығар деп топшыладым да әлгі жерден кетіп қалдым. Кейін Алла елшісі менің жаныма келіп, «Сен қылыш менің иелігімде болмаған кезде менен сұраған едің. Енді ол қылыш менің иелігіме өтті, ендігі жерде бұл қылыш сенікі болсын» деді. Қылыштың бірден берілмеуінің себебі: «Уа, Мұхаммед, мүміндер сенен соғыстан түскен олжа жайлы сұрайды. Оларға соғыстан түскен олжа Аллаға және пайғамбарға тиесілі, оны бөліп үлестіру Алла тағала мен елшісінің қолында» деп айт деген аятта жатқан болатын. Түсіндірме. Риуаятта баяндалғандай, бұл оқиға Бәдір соғысы жеңіспен аяқталып, үлкен олжалар қолға түскен кезде орын алған. Ол кезге дейін олжаны бөлісу жайлы айтылмаған еш нәрсе айтылмаған болатын. Сондықтан олжаға қатысты нақты үкім жоқ еді. Бәдір соғысынан кейін қолға олжалар түскенмен қалай бөлісетіндігі жөнінде нақты үкім болмады. Расулалла саллаллаху алейхи уә сәлем мұндай жағдайларда уахи күтетін. Бұл мәселеде де әдеттегідей уахиді күтті. Мүслим жеткізген хадис бойынша Сағд Бәдір соғысында ерекше ерлік көрсеткен сахабалардың қатарында көзге түсті. Ол түскен олжалардың арасынан бір қылышты алып Расулаллаға келеді, әлгі алдаспанды өзіне беруін өтінеді. Алайда Алла елшісі оны Сағдқа бірден бере қоймайды. Әбу Дәуідтің риуаят еткен осы хадистің нұсқасында Сағд қылышты беруін өтініп пайғамбардың алдына 2 мәрте барған. Екінші мәрте келгенде Алла елшісі даусын қатқылдау һәм көтеріңкі күйде қылыштың берілмейтінін айтқан. Кейін олжаларды бөлісуге байланысты аят түседі. Олжалар мұсылмандар арасында бөліске түскен кезде әлгі қылыш Алла елшісінің үлесіне тиеді. Сонда Расулалла саллаллаху алейхи уә сәлем ол қылышты Сағдқа сыйлайды. Демек, олжа ретінде қолға тиген дүние мүлік мұсылмандар арасында бөлінгенге дейін бір ине яки аяқ киімнің бауын болса да алу харам. Бұл қағида дұшпанмен шайқаста жүрген мужахидтерді дүние мүлікке көңілдері ауып, негізгі мақсаттан адыра қалып, һәм әркімнің дүниесін өзара талан-таражға салудан сақтандыратын ұлы қағида. Алла елшісі көптеген хадистерінде осы ережені ұстануға шақырған. Бір ине, бір сабақ жіптің өзін бөліспей жатып алған адам шейіттік мәртебеден айырылып, жаһаннамның отынына айналуы бек мүмкін екенін ескерткен. Түскен олжаның 5/1 үкіметке, қалғаны жан аямай шайқасқа қатысқандарға таратылады. Олжа таратылғанда әркімнің үлесі атпен және жаяу қатысқандарына қарай өзгереді. Ал егер барлығының қылған қызметі бірдей болса, араларын бөліп жармай қара қылды қақ жарған әділеттілікпен теңдей үлестіріледі. Ғалымдар олжадан әскерлерге үлестіруді жеңіске ынталандыру деп түйіндеген. Әбу Сағид былай дейді: кімде-кім сондай жауапты күнде басқа жаққа қарай ойысып қайта шабуыл жасауды немесе өзге жасаққа қосылуды көздемей, оларға ту сыртын беріп тұра қашатын болса, шүбәсіз Алланың қаһарына ұшырайды һәм ақыр соңында барар жері жаһаннам болады. Ол қандай жаман ақырғы тұрақ, қандай жаман барар жер деген аят Бәдір күні түсті. Түсіндірме. Аятта шайқасудың маңызды бірнеше тәртіптері баян етілген. Дұшпанға білдірмей, сыналай соққы жасау. Мұны біз аяттағы захфан деген сөзден түсінеміз. Захп сәбилердің еңбектеуі дегенді білдіреді. Ал шайқас үшін қолданылған бұл сөзден дұшпанға сездірмей бірте-бірте жақындау дегенді ұғынамыз. Жақындау деген мағына захп яум, яғни еңбектеу күні деген сөзден шығарылды. Себебі араб тілінде захп яум шайқас деген мағынада қолданылған. Аятты сөзбе-сөз аударатын болсақ, имансыз шепке еңбектеп жеткен сәт дегенді білдіреді. Майдан даласын тастап, бас сауғалай қашпау.
Жеңіске жеткенге дейін немесе шейіт болып арғы дүниеге аттанғанға дейін майдан даласын тастай қашуға қатаң тыйым салынғанын аяттан ұғынамыз. Құран аяттарында соғыстан қашуды Алланың азабына ұшырау деп сипаттаған. Шейіттік қаншалықты ұлы мәртебе болса, соғыстан қашудың да күнәсі мен азабы дәл соған сай өте үлкен. Көптеген хадистерде де соғыстан қашу үлкен күнәлермен қатар айтылған. Бұхари мен Мүслим жеткізген бір риуаятта Алла елшісі үлкен күнәларды Аллаға серік қосу, сиқырлық жасау, жазықсыз адам өлтіру, өсім жеу, жетімнің малын алу, соғыстан қашу, арла елдерге зина жаласын жабу деп атаған. Міне, соғыстан қашу үлкен күнәлермен бірге аталған. Басқа бір хадисте, 3 күнә бар, кімде кім оның біреуін жасаса, ешбір ісінің пайдасын көрмейді. Олар Аллаға серік қосу, ата-анаға қарсы шығу, соғыстан қашу делінген. Аятта 2 түрлі жағдайда майдан даласын тастап кетуге болатынын білдірген. Қайта айналып соққы беру үшін бір жаққа уақытша кету. Бұл дұшпанды бекінісінен шығару, қашқан секілді көріну мақсатына да аздап шегініс жасау арқылы жүзеге асуы мүмкін. Мұны майданнан қашу емес, шайқас тактикасы деу керек. Міне, аятта осы меңзелген. Майдан даласындағы өздеріндей тағы бір жауынгерлердің қатарына қосылу мақсатында шепті тастап, басқа шепке ойысу. Бұл жасақтың күшін нығайту, қуатты көбейту мақсатында жасалған шегініс. Сол себепті бұл да соғыстың тәсілі деп есептеледі. Тәпсіршілер бұл үкімдердің майданда жалғыз жарым қалған адамдарға қатысты екенін айтқан. Мұндай жағдайда, егер әлгі жерден шегінбей тұрған жағдайда өміріне қауіп төнетінін сезсе, сытылып шығып, күш жинап жауға қайта соққы беру үшін өз жасағына қайта барып қосылуы, осы мақсатта шегініс жасауы уәжіп деген. Осындай екі мақсаттан тыс соғыстан қашу харам. Ғалымдар арасында бұл аят тек қана Бәдір соғысына қатысты ма, жоқ әлде барлық соғыстарды қамти ма деген мәселеде пікір талас болған. Тәпсір кітаптарында бұл екі көзқарастың әрқайсысына дәлелдер келтірілген соң, соңғы түйіні ретінде мына байламға тоқталған. Аят сол кезде Бәдір соғысына қатысты түссе де, жалпы мағынасы бүкіл ғасырды қамтиды. Сондықтан жақсылық пен жамандықтың қияметке дейін жалғасатын шайқасында, жамандыққа қарсы бас көтеруден тайсалып, себепсіз шегініс жасау харам. Ибн Аббас өйткені Алланың алдында жер басып жүрген тіршілік иелерінің ең жаманы, уахи арқылы келген ақиқаттарды ақылға салып, ойланбайтын керең мылқаулар деген аятта меңзелгендер Абдуддар ұрпақтарының бір бөлігі делінген. Әзірет Әнәс былай дейді. Әбу Жахил бір күні, уа, Раббымыз! Егер мына Құран шынымен де өзіңнен келген хақ кітап болса, дәл қазір төбемізге аспаннан тас жаудыр деп дұға, немесе басқа да жан төзгісіз азапқа душар еткен еді. Осы жағдайға байланысты мына аят түсті. Алайда, уа, Мұхаммед! Сен олардың арасында болғанда, Алла оларды, бұрынғы қауымдарды азаптағандай азаптамайды. Сондай-ақ, сен араларында болмаған күннің өзінде де істеген күнәларына өкініш білдіріп, кешірім тілейтін болса, Алла оларды азаптамайды. Мүшіріктер мүминдері Меккеден қуып шыққан кезде, олар қасиетті мешітті басқарып, сол жерде қызмет етуге лайық болмағанымен қоймай, мүминдерге харам мешітін зиярат етуге мүмкіндік бермей жатқанда, Алла оларды қалай азаптамасын? Асылында, харам мешітін басқаруға, ол жерге тәу етіп келген ел жұртқа қызмет көрсетуге Раббыларына қарсы келуден барынша сақтанатын, оған тиісінше тағзым етіп, үкімдерін мүлтіксіз орындайтын тақуа жандар, яғни мүминдер ғана лайық. Алайда имансыздардың көбі, ілімнен махрұм болғандықтан, мұны білмейді деген аят түсті. Түсіндірме. Ибн Хажардың бұл хадиске түсіндірмелер жасау үшін жинақтаған риуаяттары, жоғарыдағы аят келтірілген хадистің әр түрлі жағдайларды меңзегенін көрсетеді. Сондай-ақ жоғарыдағы Әзірет Әнәстан келген мағлұмат әлгі аятқа байланысты жеткен көп риуаяттардың бірі ғана. Табаридің Езид ибн Руманнан жеткізген хабарында Меккенің Әбу Жахил сияқты имансыз адамдары аятта баяндалғандай төбелерінен тас жаууын тілейді. Алайда жеке қалғанда айтқанына өкініш білдіріп, Раббым, кешіріміңе сиынамын деп айтқан дейді. Сол кезде, сондай-ақ, сен араларында болмаған күннің өзінде де істеген күнәларына өкініш білдіріп, кешірім тілейтін болса, Алла оларды азаптамайды деген аят түседі. Бұл оқиғаға қатысты Ибн Абзаның риуаяты былай келген. Алла елшісі Меккеде болғанда сен олардың арасында болғанда, Алла оларды, бұрынғы қауымдарды азаптағандай азаптамайды деген аят түсті. Кейін Мәдинаға хижрет еткен кезде, сондай-ақ, сен араларында болмаған күннің өзінде де істеген күнәларына өкініш білдіріп, кешірім тілейтін болса, Алла оларды азаптамайды деп аяттың жалғасы түсті.
Өйткені Меккеде қалған кейбір мұсылмандар Алладан кешірім сұраушы еді. Кейін олар да Меккеден шыққан кезде, олар қасиетті мешітті басқарып, сол жерде қызмет етуге лайық болмағанымен қоймай, мүміндерге харам мешітін зиярат етуге мүмкіндік бермей жатқанда, Алла оларды қалай азаптамасын деген аят түсті. Сөйтіп, Алла тағала Меккені жеңіспен алуға рұқсат берді. Аятта оларға уәде етілген азаптың түп мәнінде Меккенің мұсылмандар тарапынан алынуы жатқан еді. Уқба ибн Амир былай дейді: Расулалланың мінберде тұрып мына аятты оқығанын естідім. Уа, мүміндер, дұшпанға қарсы қолдарыңнан келгенше күш-қуат сайлаңдар һәм соғыс үшін ат баптаңдар. Сол арқылы Алланың, яғни хақ діннің дұшпандарын, өздеріңнің дұшпандарыңды һәм өздерің білмейтін, қыр-сыры бір Аллаға ғана мәлім болған өзге де дұшпандарыңды қорқытыңдар, олар қаймығатындай күш болыңдар. Сондай-ақ Алла жолында дүние мүліктеріңнен не жұмсасаңдар да, соның қарымын толық аласыңдар һәм әсте әділетсіздікке ұшырамайсыңдар, яғни ақыларыңды жемейміз, сауаптарыңды толық аласыңдар. Бұл аяттағы күш-қуат деген сөзге қатысты біліп қойыңдар. Күш-қуат деген сөздің мән-мағынасы садақ ату, найза лақтыру деп айтты да, осы сөзін 3 мәрте қайталады. Түсіндірме. Аяттағы дұшпанға қарсы дайындалуы әмір етілген күш-қуат сөзін Алла елшісі лақтыру, ату деп түсіндірген. Мүслим мен Тирмизиде мынадай қосымша мағлұмат бар. Біліп қойыңдар. Алла жер жүзін жеңіспен алуға мүмкіндік береді. Қажеттіліктерің Алла тарапынан қамтамасыз етіледі. Сендерден ешкім оқтармен ойнаудан тартынбасын. Түсіндірме. Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәләм бұл жерде оларға шамаларын жеткенінше күш, қуат дайындаңдар деген аятты тәпсірлей отырып, үмбетке қажетті күш-қуаттың не екенін білдіруде. Бұл хадисте мұғжизаға тән бір сөзі келтірілген. Мұны тарих қойнауында өткен ешбір ғалым жалғанға шығара алмаған. Ол аятта айтылған күш-қуаттың ату, мергендікпен айналысу екендігі. Осы түсіндірменің қияметке дейін жалғасатындығына ешкім шәк келтірмесе керек. Жалпы қай ғасырда алып қарасақ та, мергендік һәм ату құралдарын өте шебер меңгергендердің үстемдік құрғанына куә боламыз. Бұрынғы дәуірлерде күш-қуатты жебе тарту, оқ ату һәм әртүрлі оқтың түрлері тәмсіл ететін. Ал қазіргі шағымызда небір зымырандар, сықырып келе жатқан зымыранның өтін атып түсіретін қарсы зымыран жібере алу, лазер сәулелері, атом бомбасы, осыған ұқсас алуан түрлі бомбаларға ауысты. Бұл жерде ескерусіз қалдырып кетуге болмайтын жайттардың бірі, һәм бірегейі экономикалық күш. Аяттағы ату деген күш-қуатты иелену экономикалық күштілікпен тікелей байланысты екені анық. Дегенмен экономикалық үстемдіктің қанша биік тұрса да күш-қуатқа, яғни атуға толықтай мүмкіндігі жетпейінше шынайы мағынада күшті бола алмайтыны анық. Себебі күшке ие болмайынша байлық тартқанның қолында, тістегеннің аузында, яғни басқа күштілердің иелігінде кетуі ғажап емес. Демек, бұл хадис мұсылмандарды күш-қуатқа, яғни ату құралдарында үстем болуға ынталандыруда. Бүгінгі таңда ғылым, білім, технологияның тілін білу сынды жетістіктерге қол жеткізу арқылы бұл күшке ие болу мүмкін екені түсінікті. Ендеше мұсылмандардың да мұндай жетістіктерден кенде қалуына еш болмайды. Хадистің Мүслим мен Тирмизиде келген қосымша мағлұматтарына көңіл жаттығуларға аса мән берілгендігін байқаймыз. Хадистегі аударсақ, мергендікке баулитын оқтармен ойнау деген сөз, нысанаға дәл тигізу жаттығулары дегенді білдіреді. Мұсылман кісі тынығуға, көңіл көтеруге бөлетін бос уақыттарын нысанаға дәл тигізіп үйрену үшін жаттығу жасауға жұмсауы керек. Алла елшісі өз дәуірінде садақ атуды үйренуге, һәм мейлінше молырақ жаттығулар жасауға талпындыратын. Тіпті мұны жай ғана көңіл көтеру, уақыт өткізу емес, ғибадат құлшылықтың қатарына жатқызған. Алла елшісі бір хадисінде, көңіл көтерудің ең жақсысы садақ атумен айналысу деген. Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәләм бірде сахабаларының бірінен іздеп, айналасындағылардан сұрастыра бастайды. Сонда оған әлгі сахабаның көңіл көтеріп, бой жазу үшін кеткенін айтады. Сонда ол кісі, біз көңіл көтеруге уақыт өлтіру үшін жаратылмадық қой деп наразылық танытады. Сонда айналасындағы сахабалар көңіл көтеру дегенде, ол садақ атып жаттығу үшін кетті дейді. Атып үйрену көңіл көтеру емес, ғибадат. Көңіл көтерудің ең қайырлысы садақ ату дейді. Мергендікпен байланысты мынадай көптеген хадистер жеткен. Мерген болу, дұшпанның мысын басу, садақ ата білу,
атқа мінуден әлдеқайда маңызды. Ешқандай қару-жарақ дәреже тұрғысынан садақтан асып кете алмайды. Садақ атуды үйреніп алыңдар. Себебі екі меженің арасы жаннат бақшаларының бір бақшасы. Ат жарыс пен садақ атудан басқа көңіл көтерулерде періштелер бірге болмайды. Үстеріңді мұң мен уайым басқан кезде соны садақ арқылы одан арылғаннан басқа жол жоқ. Ибн Аббас былай дейді: «Уа, ардақты пайғамбар! Мүміндерді Алла жолында, хақ мақсатта, елді Алланың хақ жолынан қақпайлайтын бүлікшіл, бұзақы кәпірлерге қарсы соғысуға құлшындыр. Егер араларыңда табанды да жігерлі 20 кісі болса, тең ұрыста 200 адамды жеңіп кетеді. Ал егер дәл сондай 100 кісі болса, күпірлікте қасарысқан 1000 адамды еңсереді. Өйткені ол кәпірлер еш нәрсенің мәнісіне бойлай алмайтын ойдан да, сезімнен де жұрдай қараңғы тобыр деген аят түскен кезде бір адамның 10 адамнан, 10 адамның 100 адамнан, 200 адамның 2000 адамнан қашпауы парыз етілді. Содан соң мына аят түсті: алайда дәл қазір соғысқа деген дайындықтарың шамалы болғандықтан Алла сендерге жеңілдік берді. Өйткені ол бақайшығына дейін қаруланған адуынды жау. Мен салыстырғанда дәл қазір күштеріңнің әлдеқайда кем екенін біледі. Ендеше араларында табанды да жігерлі 100 кісі болса, тең ұрыста 200 адамды жеңіп кетеді. Ал егер дәл сондай 1000 кісі болса, Алланың қалауымен 2000 адамды еңсереді. Алла сабырлы да ерік жігері күшті жандармен бірге. Осылайша 100 адамның 200 адамнан қашпауы парыз болды.